Ата-аналар, 5 жаста баламды мектепке берейін ба деген сұрақты әлі де қойып жатсыздар. Қайда сығасыздар? 5 жастағы баланың миы 1-ші сыныптың материалын қабылдауға дайын емес. Егер ол осы керемет дайындықпен отыр, сақылдап тұр, барлық әріпті біледі, санауды біледі деп 1-ші сыныпқа апарып бере салсаңыз, жылдың соңында өзімен қатар бітірген 6,5-7 жастағы балалармен қатар бітіреді. Сол кезде ғана барып түсінесіз, балаңыздың толық 1-ші сыныптың материалын игере алмай шыққан. Сол кезде барып байбалам басталады. Менің балам қалып жатыр деген. Ол кемістік 1 жылдық, 2 жылдық кемістік сізде 5-6 сыныпқа дейін жалғасады, если повезет. Әйтпесе анау 11-ші сыныпқа дейін сол кемістікті қуып жете алмайтындар да бар. Сондықтан балаңыз егер 6 жас 8 ай, 6 жас 9 ай, 7 жасқа қазанда, қарашада толатын болса, онда мектепке ойланбай-ақ бере беріңіздер. Ал енді 6 жасқа әлі толмаған, міне 6-ға толатын болса, онда 1 жыл мектепке дайындыққа беріңіздер. Баланы да қинамаңыздар, өздеріңіз де қиналмайсыздар. 7 жасқа толып барған бала мектепті рахаттанып отырып өзақ оқиды. Ақпарат пайдалы болса лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса комментарийге жаза кетіңіздер.